Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен 4 түрлі қолжетімді заттармен жасалатын торттардың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді, керемет болып шығады. Мен секілді дәл осылай сатылымға да шығарсаңыз болады. Өте оңай жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Бұл видеода сіздермен бананмен жасалатын шоколадты бомба тортының рецептісімен бөліскім келеді. Өте қолжетімді заттармен жасалады. Ешқандай сливки, творожный, сыр қосылмаған. Тіпті бетіндегі ганашы да қолжетімді заттардан жасалады. Ешқандай шоколад қосылмаған. Бірақ дәмінен шоколадтың дәмі шығып тұрады. Ал енді бірінші кремді дайындаймыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы езілген сары май қажет болады. Жақсылап миксермен 3 минут шайқап, үстінен сахарный пудраны қосамыз. Тағы да жақсылап миксердің көмегімен ең қатты жылдамдықта 3-4 минуттай жақсылап қозғап алатын боламыз. Сахарный пудраның орнына қантты пайдалансаңыз да болады. Жақсылап қозғап алғаннан соң осылай сары майдың барлығын сүріп аламыз ыдысқа. Үстінен қаймақты қосамыз. Қаймақтың пайыздылығы маңызды емес, тек қана осылай бір упаковкадағысын қоссаңыз болады. Бірақ астына описанияға қалдырып кетемін қанша грамм қажет болатынын. Осылай жақсылап миксердің көмегімен 5 минуттай шайқап аламыз. Сонымен біздің креміміз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай осындай болып шығады. Ал енді бетін жауып тоңазытқышқа салып қоямыз. Ол уақытта бисквитті дайындаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқаға кішкене тұзды қосып, миксермен бірінші араластырып аламыз, кішкене көпіргенше. Одан соң жанынан қантты осылай аз-аздан қоса отыра, жақсылап араластырып, миксердің ең қатты жылдамдығымен қозғаймыз. Біздің массамыз осылай ағарып шығуы қажет. Енді үстінен ерітілген сары майды құямыз. Тағы да осылай 30 секундтай шамасында жақсылап араластырамыз. Және де сұйық майды қосамыз. Тағы да осылай 30 секунд араластырып, сүтті қосамыз. Енді жақсылап біркелкі етіп, біріктіріп қозғап аламыз. Сонымен ұнымызды алып, үстінен какао және де разрыхителді қосып араластырамыз. Осылай біркелкі масса шығарып аламыз ең алдымен. Одан соң біздің бірінші массамызға 3-4 қасықтан салып, миксердің көмегімен ең жай жылдамдықта біркелкі болғанша араластырамыз. Осылай бөліп салу қажет болады. Егерде барлығын бірден сала салсаңыз, сіздің бисквитіңіз көтерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан бөліп салған дұрыс. Міне дәл осылай араластырып, біркелкі массаны шығарамыз. Біздің массамыз осындай қою болады, қатты сұйық емес. Міне дайын. Енді керекті формамызды алып, духовкамызды қыздырып қоямыз. Үстінен осылай массамызды құйып шығамыз. Ал енді видеода көрсетіліп тұрғандай лопатканың көмегімен осылай сызықшалар жасап шығамыз. Бұл біздің бисквитіміздің әдемі болып, біркелкі болып көтеріліп шығуына көмектеседі. Одан соң столымызға осылай 1-2 мәрте ұрып жібереміз. 160 градуста 50-60 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне біздің бисквитіміз пісіп шықты. Енді формасынан босатып, сеткаға аударып алатын боламыз. Ең алдымен бөлме температурасында дәл солай сетканың үстіне қойып, салқындатып аламыз. Толықтай салқындағаннан соң қайтадан бисквитімізді алып, пищевая пленкаға орап, тоңазытқышқа шамамен 2 сағаттай уақытқа салып қоямыз. Бұл негізі міндетті емес, бірақ салатын болсаңыз, сіздің бисквитіңіз кесілген кезде ешқандай шашылмайтын болады, жақсы болып кесіледі. Сондықтан негізі салған дұрыс. Міне шамамен 2 сағаттай тоңазытқышта ұстап алдым. Біздің бисквитіміз көріп тұрғандарыңыздай біркелкі болып пісіп шыққан. Енді осылай пышақтың көмегімен 2 сызықты туралап аламыз. Одан соң осылай айналдыра отыра кесіп шығатын боламыз. Міне біркелкі болып, әдемі болып кесіліп шығады. Енді ыдысымыздың астына кішкене ғана кремді қойып, бетінен бисквитті қоямыз. Және де осылай мен кольцоның көмегімен жинайтын боламын. Егерде кольцо жоқ болса, жай ғана кремді жағып жинай берсеңіз де болады. Енді кремді жағып, осылай
бетінен банандарын қойып шығамыз. Одан соң қайтадан коржымызды салып, дәл солай қайталаймыз. Крем және де бананды қойып шығамыз. Негізі жасалу жолы өте оңай торт, себебі бисквиттен жасалады. Міндетті түрде дәл осы рецептімен дайындап көріңіз, ешқандай өкінбейсіз. Міне ең соңғы коржымызды қойып алдық. Енді үстінен қалған кремімізді жағып шығамыз. Барлық жеріне жеткізіп осылай айналдырып жасаймыз. Одан соң кольцомызды шешіп, арасына тимей қалған жерлерге жан-жандарына кремдерімізді жеткізіп шығамыз. Ганашымыз дайын болғанша тоңазытқышқа салып қоямыз. Ганашқа бізге ең алдымен қаймақ қажет болады. Үстінен какаоны саламыз және де қантты қосып, сары майды саламыз. Одан соң жақсылап араластырып, газдың ең төменгі отында осылай ерітіп алатын боламыз. Біздің массамыз қайнап кетпеуі қажет. Жай ғана барлығы толықтай еріп, қайнағанға дейін жетуі қажет. Міне бізде қайнап бастап жатыр. Енді шамамен бір 30 секундтай араластырып алып, оттан аламыз. Сонымен біздің ганашымыз дайын. Ал енді ыдысымызға осылай пищевая пленканы төсеп, немесе бисквитімізді сеткаға қойып, үстінен ганашымызды құйып аламыз. Ганаш бізде ыстық болмауы қажет, кәдімгідей бөлме температурасында салқындатып, тоңазытқышқа кішкене салып алу қажет болады. Егер де ганаш ыстық болса, біздің тортымызды ерітіп жіберуі мүмкін. Сондықтан салқындатып аламыз. Міне мен тортымның жандарына осылай пергамент қағаздарын кесіп, жан-жанына қойып шықтым. Себебі кремді құйғаннан кейін алып тастаған кезде жан-жандары шоколад болып тұрмайтын болады. Міне шоколадты дәл осылай үстінен құйып шығамыз. Барлық жеріне жеткізіп, осылай жетпей қалған жерлеріне жағамыз. Және де барлығын болғаннан соң қағаздарымызды алып, тоңазытқышқа бір түнге салып қоямыз. Негізі бір түнге салғаныңыз дұрыс. Егер де шыдамайтын болсаңыз, немесе уақытыңыз болмайтын болса, кемінде 2 сағатқа салып қойғаныңыз дұрыс болады. Сонымен біздің шоколадты бомба тортымыз дайын. Дәмі өте керемет. Ешқандай өкінбейсіз, міндетті түрде дәл осы рецептімен жасаңыз. Арасына бананды салмасаңыз да болады негізі. Соның өзінде дәмді болып шығады. Бананды салсаңыз одан да керемет болады. Ал ас болсын қыздар, сабағымыз пайдаларыңызға жарасын. Ал қыздар, бұл видеода сіздермен кокосовая девочка тортының рецептімен бөлісемін. Өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Сондықтан видеоны көріп болғаннан соң сіз де дайындап көріңіз. Ең алдымен кремді жасаймыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы сары май қажет. Шамамен осылай миксердің көмегімен 3 минуттай уақыт жақсылап араластырып аламыз сары майды. Одан соң үстінен сахарная пудраны қосамыз, немесе қантқа алмастырсаңыз болады. Енді миксердің жылдамдығын ең жоғарғысына көтеріп, шамамен 5 минуттай жақсылап қозғаймыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің сары майымыз кәдімгідей өзінің көлемінен ұлғайып шықты. Енді кез келген фирмадағы өзіңіздің қалауыңызша вареный сгущенканы алып, сары майдың үстінен құямыз. Тағы да жақсылап араластырып, біркелкі болғанша қозғаймыз. Біздің креміміз осы 3 ғана заттан тұрады. Міне кәдімгідей қоюланып, өзінің формасын ұстап тұратын крем пайда болып шықты. Енді бетін жауып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Ол уақытта біз бисквитімізді жасап аламыз. Жұмыртқаның үстінен шым-шым тұз және де қантты қосамыз. Жақсылап миксердің көмегімен ең төменгі жылдамдықтан жоғарғы жылдамдыққа шығып, араластырып, осылай ағарғанша қозғап аламыз. Ол 5 минутта алуы мүмкін, немесе 8 минутта алуы мүмкін, миксеріңізге байланысты. Енді оның үстінен разрыхительді қосып, ұнымызды ситадан өткізіп, массамызға осылай салып аламыз. Барлық ұнымызды бір дестен саламыз. Сосын қайтадан миксердің ең төменгі жылдамдығында қозғаймыз.
жай ғана біркелкі болып араласса болғаны, көп араластырудың қажеттілігі жоқ. Себебі мына біздің жұмыртқамыз өзінің көлемін жоғалтып алуы мүмкін. Енді үстінен кокос жармасын саламыз, яғни кокосовая стружка. Тағы да осы миксердің ең төменгі жылдамдығымен шамамен 30 секундтай уақыт араластырып аламыз. Көп араластырудың қажеті жоқ. Одан соң керекті формамызды дайындаймыз, духовкамызды қыздырамыз. Осы массамызды құйып, 180 градусқа қыздырып, шамамен жарты сағаттай уақыт пісіріп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай қолымыздағы лопаткамызбен массамыздың арасынан солай жасап шығамыз. Ол біздің бисквитіміздің біркелкі болып пісіп шығуына көмектеседі. Міне бисквит пісіп шықты. Енді осылай формада салқындатып, одан соң формамызды кесіп, жанынан кесіп алып тастаймыз. Толығымен суытып аламыз. Міне осындай сеткаға аударып қоямыз. Толығымен суығаннан соң пищевая пленкаға орап, тоңазғышқа шамамен 2 сағаттай уақытқа салып қоямыз. Негізі салмасаңыз да болады. Егер де салсаңыз, біздің корждарымыз өте әдемі болып кесіледі кескен кезде. Міне 2 сағат уақыт өте шықты. Енді пышақтың көмегімен 2 сызықты бірінші туралап аламыз. Одан соң корждарымызды кесіп, дайындап аламыз. Керекті ыдысымызды алып, астынан кішкене крем жағып, үстінен коржымызды қоямыз, және де осылай кальцомызбен ораймыз. Негізі кальцо пайдаланбасаңыз да болады, өзіңіздің талғамыңызға қарай қолдану-қолданбау. Енді кремімізді барлық жеріне жеткізіп жағып шығамыз. Үстінен қайтадан коржымызды салып, дәл солай кремімізді қайтадан жағып шығамыз. Қайтадан ең соңғы коржымызды қойып, кремімізді барлық жеріне жеткізіп, жан-жанына әдемілеп жағып шығамыз. Креміміздің үстін, жанын туралап болғаннан соң, өзіміздің қалауымызға қарай кокос жармасымен немесе кез келген өзіңіздің қалайтын затыңызбен осылай украшать етіп шығамыз. Болғаннан соң тоңазғышқа бір түнге салып қоямыз, немесе 2 сағатқа қалдырамыз. Сонымен біздің кокосовая девочка тортымыз дайын. Кесіп, асқа бере берсек болады. Өте дәмді, нәзік, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз, ас болсын. Видеоны көріп болғаннан соң, сізде дәл осы рецепті қайталап, жасап көріңіз. Отбасыңызды сізде қуантып қойыңыз. Түрінің өзі адамның аппетитін ашатын, өте дәмді болып шығатын малиновая нежность тортын дайындаймыз. Ең алдымен тоңазғыштан шыққан салқын суды алып, үстінен желатинді саламыз. Жақсылап араластырып, желатин ісінгенше шамамен 10 минуттай уақытқа тоңазғышқа салып қоямыз. Ол уақытта кремді дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа жұмыртқаны, қантты және де ұнды, жүгері крахмалын саламыз. Жүгері крахмалының орнына ұнды көбірек пайдалансаңыз болады. Жақсылап араластырып алып, үстінен сүтті құямыз. Тағы да қозғаймыз. Енді оттың астын қосамыз. Ең төменгі қызуға қоямыз. Осылай үздіксіз араластырып тұрудың арқасында массамызды қоюлатып аламыз. Міне біздің массамыз қоюланып бастады, және де қайнай бастады. Қайнағаннан соң тағы да 1 минуттай оттың астында араластырып, оттан аламыз. Осындай әдемі масса пайда болып шықты. Енді бетін қалтамен немесе пленкамен жауып, бірінші бөлме температурасында салқындатып аламыз. Одан соң тоңазғышқа салып қоямыз. Ал енді малиновая начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге міне малина қажет. Отқа қоямыз. Үстінен желатинді саламыз. Желатин бізде осылай ісініп шыққан. Дәл осы күйінше массамызға саламыз. Оттың астын қосып, жақсылап араластырамыз. Мына малинаның орнына өзіңіздің қалауыңызша кез келген жеміс-жидектерді алып, езіп пайдалансаңыз болады. Менде жай ғана малинаның вареньесі. Осылай желатин екеуін жақсылап араластырып қойып қоямыз. Біздің массамыз қайнағаннан соң, осылай кішкене 1 минуттай араластырып, оттан аламыз.
2 ыдыс алып, осы массамызды 2-ге бөліп құйып шығамыз. Бөлме температурасында бірінші салқындатып, одан соң тоңазытқышқа салып қоямыз. Кәдімгідей қатуы қажет. Ол уақытта біз бисквитімізді дайындаймыз. Ол үшін ақуызға тұзды салып, кішкене миксермен араластырып аламыз ағарғанша. Осылай ағарып бастаған кезде жанынан қантты аз-аздан сала отыра массамызды көпіртіп, ағартып алатын боламыз. Кәдімгідей формасын ұстап тұратындай болғанша жақсылап араластырамыз. Міне біздің ақуызымыз дайын. Осылай қолға ұстаған кезде ешқандай формасын жоғалтпауы қажет. Енді жанынан сарыуызымызды осылай бір-бірден салып, тағы да жақсылап миксердің көмегімен араластырып, қозғап алатын боламыз. Қыздар, астына описанияға қайсысын қанша граммнан пайдалану қажет, барлығын жазып қоятын боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Міне дәл осылай жақсылап араластырып болғаннан соң жанынан сұйық майды құямыз. Шамамен 30 секундтай қозғаймыз. Тағы да жанынан сүтті құямыз. Тағы да дәл солай 30 секундтай араластырып аламыз. Енді үстінен ұнды осылай ситаның көмегімен осылай өткізіп саламыз. 2 бөлікке бөліп салғаннан соң осылай астынан жоғарыға қарай қозғап біркелкі етіп араластырамыз. Енді қалған ұнымызды салып, дәл осылай массамызды біркелкі етіп араластырып аламыз. Міне біздің массамыз дайын болды. Ал енді керекті формамызды алып, формамызға құямыз. Ол уақытта біз духовкамызды қыздырып қоямыз. 150 градуста 15 минуттай дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Міне барлық массамызды салғаннан соң, дәл осылай видеода көрсетілгендей лопаточкамен жасаймыз. Бұл біздің массамыздың әдемі біркелкі болып пісіп шығуына көмектеседі. Міне біздің бисквитіміз пісіп шықты. Енді осылай формасында кішкене суытып, одан соң жан-жанын кесіп, формадан босатамыз. Және де осындай сеткаға осылай оң бетін теріс қаратып аударамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай бисквит бір қалыпты әдемі болып пісіп шыққан. Енді бисквитімізді аударып, толықтай бөлме температурасында суытып, одан соң пищевая пленкаға ораймыз. Тағы да тоңазытқышқа шамамен 2 сағаттай уақытқа салып қоямыз. Олай салмасаңыз да болады, негізі салсаңыз кескен кезде өте әдемі болып бисквит кесіледі. Сондықтан мен кемінде 2 сағаттай уақытқа салып қоямын. Ал енді кремді жалғастырамыз. Ол үшін бізге кәдімгідей еріп тұрған бөлме температурасындағы сары май қажет. Миксердің көмегімен осылай кішкене ғана араластырып, кремімізді аламыз. Креміне бізде толығымен салқындап шықты, ыстық емес. Осы жерде міндетті түрде екеуінің температурасы бірдей болуы қажет. Егер де біздің креміміз ыстық болатын болса, мына біздің сары майымыз еріп, су болып кетеді. Сондықтан жақсылап суытып алу қажет. Енді осылай 1-2 қасықтан салып, сары маймен кремді бір-біріне біріктіріп, әдемі біркелкі масса дайындап аламыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып, қайтадан тоңазытқышқа салып қоямыз. Креміміз өте әдемі болып шықты. Ал енді бисквитімізді пленкасынан алып, пышақтың көмегімен осылай 2 сызық жасап аламыз. Одан соң кесіп шығамыз. Тоңазытқышқа салғанның арқасында біздің бисквитіміз осылай әдемі болып кесіледі. Енді керекті ыдысымызды алып, кішкене крем жағып, бірінші коржымызды қоямыз. Үстінен кальцо кигіземіз. Кальцо пайдаланбасаңыз да болады. Одан соң кремді осылай қасықтап, немесе кәдімгідей кондитерлік қапшыққа салып, осылай бетінен жайып шығамыз. Біркелкі болғаннан соң үстінен малинамызды құямыз. Малинамызды біздің кәдімгідей толығымен салқындады. Осылай құйып, кішкене туралап, үстінен коржымызды қоямыз. Коржды салғаннан соң қайтадан кремді жағып шығамыз. Барлығы жеріне жеткізіп, дайындап аламыз. Енді қайтадан коржымызды қоямыз. Дәл солай бетіне кремді жағып шығамыз.
Кремді жағып болғаннан соң малинамызды құямыз. Барлық жеріне қайтадан жеткізіп, тоңазытқышқа бір түнге салып қоямыз. Міне бір түн өтті, енді жіңішке пышақтың көмегімен осылай жандарын кесіп шығамыз. Одан соң кольцодан босатамыз. Сонымен біздің малиновая нежность тортымыз дайын. Осылай әрі кескен сайын пышағымызды жуып отыру қажет. Сол кезде өте әдемі болып кесіледі, желатинге пышақ жабысып қалмайды. Міне өте керемет, прям түрі де әдемі болып шықты, дәмі де сондай дәмді. Міндетті түрде жасап, дәмін татып көріңіз. Ас болсын, қайырлы білім болсын сіздерге. Ең керемет, оңай әрі дәмді болып шығатын ягодный тортымызды дайындайтын боламыз. Құрамы өте қолжетімді заттардан дайындалады. Міндетті түрде жасап, дәмін татып көріңіз. Ең алдымен бисквитті дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа жұмыртқаны салып, үстінен тұзды қосамыз. Миксердің көмегімен жақсылап араластырып, жанынан қантты салып отырамыз. Осылай аз-аздан саламыз. Шамамен 5 минуттай жақсылап миксермен араластырып алу қажет. Біздің массамыз дәл осылай ағарып көлемінен ұлғаяды. Енді үстінен лимон шырынын қосамыз. Бұны қоспасаңыз да болады. Болғаннан соң үстінен ұнды ситадан өткізіп салып, лопаточканың көмегімен астынан жоғарыға қарап қозғап, біркелкі масса дайындап алатын боламыз. Міне біздің массамыз дайын. Енді керекті формамызды алып, массамызды құямыз. Духовканы 150 градусқа қыздырып, шамамен 15 минуттай пісіріп аламыз. Ол уақытта біз кремді дайындаймыз. Бізге желатин қажет болады. Желатинге салқын суды қосып, жақсылап араластырып, желатин ісінгенше кішкене уақытқа қалдырамыз. Желатиннің орнына агар-агарды пайдалансаңыз болады. Міне біздің бисквитіміз пісіп шықты. Енді формасынан шешіп аламыз да, өзімізге қажетті кольцоны немесе тарелканы алып, бисквитімізді кесіп шығамыз. Мен осылай кольцоның көмегімен кесіп шықтым. Сол кезде бірдей болып, әдемі болып шығады біздің коржымыз. Міне дайын. Енді қайтадан осы кольцоға салып аламын. Креміміз ағып кетпес үшін осы кольцоның астына осындай фольганы орап қойдым. Ал енді қаймаққа қантты салып, жақсылап миксердің көмегімен қант ерігенше араластырып аламыз. Шамамен 6-7-8 минуттай қозғаймыз. Міне толығымен қант еріп кетті. Енді желатиніміз міне біздің ісіп шықты. Бұны алып водяной баняда немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Мен микроволновкада ерітіп алдым. Енді кремімізге жанынан осылай құйып отыра миксермен жақсылап араластырып аламыз. Бірдей болып араласса болғаны, көп араластырудың қажеті жоқ. Сонымен біздің креміміз дайын. Енді арасына өзіміздің қалауымызша жеміс-жидектерді саламыз. Мендегі ол малина және де клубника. Осылай біркелкі етіп тез араластырып, біздің формамызға құямыз. Барлығын құйып болғаннан кейін бетін қалған жемістерімізбен сәндейтін боламыз. Ол енді өзіңіздің қалауыңызша кез келген жемісті пайдалансаңыз болады. Мендегі айтып өткендей клубника және де малина. Енді тоңазытқышқа толығымен қатқанша салып қоямыз. Ол бір түнге негізі салып алсаңыз өте керемет болып қатып шығады. Ал егерде бір күнге десеңіз, шамамен 6 сағаттай уақытқа ұстасаңыз да болады. Енді жанын осылай кесіп шығамыз. Негізі жабысып қалмас үшін кольцоға кәдімгідей сұйық майды жақсаңыз, ешқандай жабыспай түсетін болады. Енді пышағымызбен кесіп аламыз. Кескен кезде пышақты міндетті түрде сулау қажет. Сол кезде жабыспайды. Сонымен біздің өте оңай дәмді пирогымыз, тортымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз, дәмі өте ерекше, керемет болып шығады. Ас болсын.